gotta give yourself a moment, let your body be. Down, we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in the hazy glow. Достар, бұл міне Өзбекстаннан влог. Достар, қазір біздер поездге отырдық, және біздерді әлтістік салған жоқпыз, мұнда қыздар бар. Қазір барлығын болғаннан кейін сендерге бір түсіретін болам. Достар, біздер қазір жүрдік, және мұн жақта жарық отындайға күшті емес, сол себептен де ертең таңертең түсіріп жалғастырайын. Барлығыңызға қайырлы таң, және келесі күн біз әлі де жолдамыз. Бәріне сәлем, бүгін екінші күніміз. Біз қазір Шымкенттеміз. Шымкентте тұрмыз, тамақ жуылып жатыр. Содан кейін автобуспен потом Ташкентке баратын боламыз. Тамақ жуылып. Осы сәтте біздердің ақшамызды айырбастап берді. 5 сом 250 теңге, ал 1000 сом болса 20 теңге. Және де бара жолдағы автобуста бізге ұнаған ол зарядкасы. Сонымен қатар біздің тап-таза тереземен таныс болыңыздар. Достар, осылайша біздер Ташкент қаласына келіп жеттік. Біздер бұл жерден байқағанымыздай кішкентай әрі ақ машиналар өте көп екен. Осылайша кішкене қала ішінде экскурсия жасап жүрдік. Ал мынау біздің Ташкент қаласындағы қонақ үйіміз. Бұл біздің жататын комнатамыз. Ол жерде бір есік, мұнда осылай 3 бөлме, 2 бөлме, точнее, мұнда туалет, ванна, свет. Бұл жерде қараңыздар, барлығы өзбекше. Туалет, ваннаға кірген кезде әрине де өздері тұрады. Мұнда мен видео тұрып жүрген. Мұнда сендерге күшті нәрсе көрсетейін, сабынын қараңыздар. Прикольно. Вот еще. Енді мұн жақтағы бөлме, бұл бөлмеде мен жатамын, қасымда Жанар дейтін қыз бар. Мына менің кроватым, менің чемоданым. Бұл жерде менің киімдерім бүгін кетін.
и холодильник сасып жатыр. Сосын мына жерде бір орында стульмен бір не дейтін ана? Короче, осындай нәрсе. Бұл жерде біздің тамақтарымыз, заттарымыз, сондай бірден кешелер тұр. Осындай бір терезе. Бұл терезеден әрі қарай балкон бар, бірақ ол жақ ашылмайды. Сондай әдемі көрінеді. Ана жақта менің қасымда жататын қыздың кровати. Мұнда шкаф и вешалка. Все, кеттік, енді келесі комнатаны көрсетіп қайтайын. Бұл комнатада тағы да үш қыз жатады. Бұл жерде осындай отыратын жерлері, телевизор. Мұн жақта балконға кіретін жер негізінде. Бірақ ашылмайды. Аштым мен. Және ашылмай тұрған. Ура! Мұн жақта балкон. Ай, ұстық. Прям осындай көрініс көрінеді. Мұн жақта біздің Қазақстан туы тұр. Өте әдемі. Осындай балкон. Шығамыз, мен аям күйіп қалды. Содан кейін былай келетін болса кондиционер біздерде жоқ, мына жерде бар екен. Осындай үш жататын орыны. И мындай бір шкаф, и тумбочка. Все. Бұл бөлмені де бітірдік. Біздің бөлме осылай көрінеді. Достар, қазір сағат 1 болды. Біздер түскі асқа шықтық. Міне біздің Дастархан. Бізде кәдімгідей тамақ беріп жатыр. Қаражар. Қарамайсың ба? Вроде нормально. Бізге тамақ алып келді. Тамақ ішіп болдық, ал енді Ташкент қаласына экскурсия болады. Ендеше кеттік. Огох, бөлішіңізді сұраймыз. Қоналарды күйтақа электрошихаларды... Кеттік, короче. Қазір біздер супермаркетте жүрміз. Вот, прикольно, өзбекше. Біздер түсінбей. Шалана келгенде. Соны айтамын, вообще миың үшін. Қараңыздар, құрт. Короче, вот, короче, осындай құрт. Бұлардың ценалары міне 1490, бұл суммамен есептегенде болады. Необычно. Вот необычный за второй текстур. Мысалы мен мұндай көрген жоқпын. Или мұндай тоже. Қараңыздар, кәдімгі лайс. И вот, бұдан қараңыздар. Біздердегі керуен сейти мега деген сияқты ғой. Прикольно. Міне біз осы жақтан шықтық, осындай чек көне қараңыздар. Өзбекстаннан чек.
мына жерде 14 мың деген сияқты отырады да, там ол кішкентай ақша, 1000 теңгедей шығар. Біз не алдық? Мындай бір шоколадный попкорн, 2 шоколад, 2 сырок алдық, оны жеп қойдық, екінші бачус, лейс и такой вот киляшка. И корейки алдық. Все вроде бы. Біз келдік, және де мен жаңа сендерге түсіруді ұмытып кеткен екенмін. Еще мен зарядкам аз болды. Біздер кешкісі ішіп алдық. Енді қазір бөлмеде жүрміз. Мынау кешкі Ташкенттің көрінісі. Біздің бөлмеде қарағандағы.